Алтын балық ертегісі. Баяғыда теңіз жағасында бір кедей қария өмір сүріпті. Күн сайын ол теңізге барып, торын суға тастап, балық аулап жүретін. Bir күні оның торына жарқыраған алтын балық түсіпті. Алтын балық адамша сөйлеп, «Қария, мені босатшы. Мен саған көмектесемін» дейді. Қария мейірімді еді. Ол алтын балықты теңізге қайта жібереді. Үйге келгенде әйелі ашуланып, «Неге тілегіңді сұрамадың? Бар да байлық тіле» деп айғайлайды. Қария амалсыз теңізге қайта барып, алтын балық әйелім бай болғысы келеді дейді. Алтын балық бір сәтте оның тілегін орындайды. Қарияның ескі лашығы алтын сарайға айналады. Бірақ қуанып тоқтаудың орнына әйелі тағы аш көзденіп, «Маған одан да көп керек. Бүкіл әлемге ханша болғым келеді» деп талап етеді. Алтын балық бұл жолы үндемей теңізге сүңгиді. Кенет бәрі жоғалып, сарайда байлық та жоқ болып кетеді. Қария мен әйелі қайтадан өздерінің ескі лашығының алдында қалады. Сол сәтте олар бір нәрсені түсінеді. Ашкөздік ешқашан бақыт әкелмейді.